сәресі уақытында аузыңыз жабу керек, бірақ ғұсылыңыз жоқ. Ұстай бересіз. Оразаңызға ниет етіп ұстай бересіз де, таң намазы кіргеннен кейін уже асықпай ғұсылыңызды ала бересіз. Көп жағдай, кейбір адамдар неше түрлі жағдайлар болып қалады ғой. Оянған кезде жүніптігі бұзылып, жүніп болып нетеді, оянады, трусы бәрі бұзылып, дәреті бұзылып. Немесе кейбірлері әйелмен қосылады да үлгермей қалады. Сонымен ұстай бересіздер. Кейін ауыз бекіткеннен кейін таң намазы кірген уақытта ғұсылдарыңызды аласыздар. Ғұсыл қойған кезде тамаққа дейін шаймайсыздар. Тамаққа дейін шаймау керек. И мұрынның ашытатындай қылып шаймау керек. Ол мұстахаб амал. Яғни ол ұнамды іс, бірақ парыз іс емес. Сіз аузыңызды ішін шайсаңыз, мұрынның бер жұмсағына дейін ғана шайсаңыз жеткілікті. Парызды орындаған болып бересіз. Ал до конца ашытып тұрып шаям деп, немесе құрылдатып, матбады естеншақ жасаймын десеңіз, ол оразаңыз су өтіп кетіп, оразаңыз бұзылып кету қаупі өте жоғарылайды. Сол себептен не істейміз? Ниет етіп оразамызды ұстай береміз. Ғұсылымыз бар жоқ болса да, и тамаққа дейін мұрнымды ашытып шаймаймыз. Окей?